Балалар, 138-ші беттегі 5 тапсырмасына назар аударайық. Санды деректер таңдап алып, осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. 5 тапсырмасына қарастырып есеп құрастырамыз. Текшенің көлемі 64 дециметр куб, текшенің қырлары нешеге тең деп құрастырайық. Текшенің көлемі белгілі 64 дециметр кубқа тең. Бізге текшенің қабырғаларының неше дециметр екендігін анықтау қажет, яғни қырларын. Есептің шартын жазып болдық, шешуін жазайық. Шешуі көлем белгілі, ол 64 дециметр кубқа тең. Ал балалар, біз көлемді табу үшін қырларын кубтайтымыз, яғни қырларының кубына тең болатын. Демек, 64 дециметр куб дегеніміз ол 4 санының кубы. Сонда қабырғасы, яғни қырлары тең болады 4-ке. 4-тің кубы тең болады бізде 64-ке. Жауабына жазып қоямыз, дециметр деп өлшем бірлігін. Ал жазайық, жауабы текшенің қыры 4 дециметрге тең. Текшенің қыры 4 дециметр. Мінекей, осымен 138-ші беттегі 5 тапсырмасы аяқталды балалар.